Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы жануарлар қайда тіршілік етеді? Бүгінгі сабақта жануарлардың қайда тіршілік ететінін білесіңдер. Мекендейтін жеріне қарай жануарларды топқа бөлесіңдер. Бір ортаны мекендейтін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығын түсінесіңдер. Балалар, өсімдіктерді тіршілік ету ортасына қарай қандай топтарға бөлетін едік? Иә, дала, орман, шөл, су қойма, шалғынды жерлерде өседі деп топтастыратын едік. Жақсы балалар, енді мына суретке назар аударыңдар. Жануарлардың тіршілік ету ортасы бірдей ме? Дұрыс, олардың тіршілік ету ортасы әртүрлі. Мысалы, қарақұйрық қыста сексеуіл, жыңғыл өсетін бұйрат құмдарға қарай қоныс аударып отырады. Аю орманда, таулы аймақта тіршілік етеді. Бүркіт тоғайлы, таулы жерді мекендейді. Кәмшат су қоймада тіршілік етеді. Ақ түлкі тундраны мекендейді. Піл орманда болады. Итбалық су қоймада тіршілік етеді. Шегіртке жазық даланың барлық жерлерінде, өзен сағасы, көлдердің жағалауларындағы, сазды жерлердің қалың қамыстарында кездеседі. Міне балалар, жануарлар да өсімдіктер сияқты жер шарының барлық аймақтарында тіршілік етеді. Жануарлардың көпшілігі, атап айтсақ, аю, бұлан, маймыл, жабайы қабат ормандарда мекен етсе, тропикалық ормандарда піл, жалқауаң кездеседі. Орман жануарларының көбі ағаштарда өрмелей алады. Ал орманға балалар джунгли, тайга жатады. Тау жер бетінен биік екенін сендер білесіңдер. Осы тауда барыс, арқар, қыран мекендейді. Тау жануарларының жүні қалың болады. Ал арқар сияқты жануарлардың тұяқтары жалпақ, қозғалғыш болып келеді. Тауды мекендейтін құстар да бар. Тау құстары тез ұшады, және олардың жүні үлпілдек. Тауда сонымен бірге балалар бунақденелілер де кездеседі. Олардың түсі қара, қоңырқай болып келеді. Су қоймаларға бұлақ, тоған, өзен, көл, теңіз бен мұхит жатады. Бұл жерлерде неше түрлі балықтар, итбалық, дельфин, кит кездеседі. Сондай-ақ құндыз да тіршілік етеді. Су жануарларының денесі сүйірленіп келеді. Осы су жануарларына құрбақа да жатады. Олар жүзу қанаттары арқылы қозғалады. Кейбір су жануарларының аяқ саусақтарының арасында жүзу жарғақтары болады. Сондай-ақ ашық кеңістікті де мекен ететін жануарлар бар. Оларға арыстан, дуадақ, ақ түлкі, ақ бөкен, киік және бунақденелілер жатады. Ашық кеңістікті мекен ететін жануарлар тез жүгіреді. Тез жүгіру арқылы жауынан қашып құтыла алады, және өз қорегін жылдам қуып жете алады. Ашық кеңістік дегеніміз бұл дала, шалғын, шөл, шөлейт, саванналар. Ашық кеңістікте ағаштар, бұталар сирек кездеседі. Керісінше
шөптесін өсімдіктер көп өседі. Шөптесін өсімдіктердің көп өсуі осы ашық кеңістікте тіршілік ететін керік пен қосаяққа, қарақұйрыққа да қолайлы. Шөп қалың өсетін ашық даланы кеміргіштер мен бунақденелілер де мекендейді. Ал тастақты, шөлейтті жерлерде бауыр мен жорғалаушылар көп кездеседі. Мұзды мұхитта ақ түлкі, Арктика қасқыры, солтүстік бұғысы мен ақ аю мекендейді. Өсімдіктер сияқты жануарлар да тіршілік ортасына қарай бірнеше топтарға бөліп қарастырылады. Мекендейтін жеріне қарай орман, тау, су қойма, ашық кеңістік, шөл, шөлейт, дала, саванна жануарларына бөлуге болады. Бір жерде тіршілік ететін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылықтары да бар. Мысалы, тауда мекен ететін жануарлардың жүні қалың, аяқтары мықты. Бұл олардың ұқсастықтары. Ал жануарлардың қоректенуі сырт пішіні әрине бір-біріне ұқсамайды. Жануарлардың тіршілік ортасын қаншалықты түсінгенімізді байқау мақсатында артығын тап ойынын ойнайық балалар. Тақтаға мұқият назар аударыңдар. Арқар, ілбіс, қарақұйрық, бүркіт қайсысы артық? Тамаша балалар. Артығы қарақұйрық. Келесі сөз тізбегін қара. Бұғы, дельфин, піл, маймыл. Қайсысы артық? Тамаша. Артығы дельфин. Келесі тізбекке назар аудара қойыңдар. Итбалық, кәмшат, аю, балық. Артығын табыңдар. Жарайсыңдар балалар. Артығы аю. Келесі тізбекке қараңдар балалар. Жылан, арқар, кесіртке, қолтырауын. Артығын табыңдар. Тамаша балалар. Артығы арқар. Жарайсыңдар балалар. Ойынды тамаша ойнадыңдар. Барлық артық жануарларды ажырата алдыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жануарлардың қайда тіршілік ететінін біліп, оларды мекендейтін жеріне қарай топтастырдыңдар. Бір ортаны мекендейтін жануарлардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.